Тоқта, асықпаңыз. Аяғына дейін мұқият қарап алыңыз. Міне, менің қолымда сіздерге көрсетейін. Мынадай керемет емдік қасиеті бар. Бұл су. Қараңыз. Ем болсын. Бұл адамның мынау қан қысымы көтеріліп кеткен кезде, болмаса жүрек ауруына байланысты ішкі ағзаларды тазартуға, болмаса қысылып түнде бірнеше рет сыртқа шығатын болсаңыз, бұның бәрі емдік қасиеті бар. Сізде соны байқап көріңіздер. Мен көптен бері осындай жасап, емдік қасиетінің нәтижесін көріп келемін. Сіздермен бөлісейін. Имбир. Имбирді бірінші аршып аламыз. Етіп аршып аламыз. Сырттарын. Асықпаңыз. Бұл қатты емдік қасиеті сондай. Мына көңіл күйіңізде бәрі де өзгереді. Қан қысымы да өте жақсы, бір сергектеніп қаласыз. Бұны қазір қараңыз. Мына бәрін осылай аршыдым. Имбирді көрдіңіз ғой? Картоп аршығандай аршыдым. Енді мұны мынадай қылып тураймыз. Кішкентайлап. Міне, осылай турағанымызды мына ыдысымызға саламыз. Бұған міне лимон. Лимонды бұлайынан кесеміз. Ашылау кішкене. Емдік қасиеті бар. Байқап қараңыздар. Сосын нәтижесін көресіздер. Ең пайдалы ішек ауруларына, жаңа айтып отырмын, жаңа қан қысымыңыз көтеріліп кететін жағдай болса, көп пайдасы бар. Әсіресе жігіттер мынаны пайдасын, жақсылығын көргеннен кейін өздеріңіз түсінесіздер. Қай жақта қалай болғанын, қандай әсер ететін. Мен сіздердің де дендеріңіз сау болғанын жақсы көрем. Енді осыған міне имбирге медті қостық. Енді қазір міне мед, бал, былай айтқанда. Бал қосамыз. Қарап тұрыңыздар. Міне бір қасық, 2 қасық, 3 қасық бал қостық. Енді осыған қайнаған су қосамыз. Міне қайнап тұрған су. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, шипа болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесіде тағы да басқа түрлерін сіздермен бөлісіп көрсететін боламын. Мен бұны көптен қолданып келемін.